Жатар алдында аяққа йод торын салудың пайдасы қандай? Йод ағзаға қажетті микроэлемент. Оны әдетте қалқанша бездің жұмысына байланысты айтады, бірақ халық медицинасында йод ерітіндісін сыртқа қолдану тәсілі бар. Соның бірі жатар алдында аяққа йод торын салу. Пайдасы қандай? Қан айналымын жақсартады. Йод тері арқылы сіңіп, қан тамырын кеңейтеді. Аяқтағы қан жүруін жеңілдетеді. Бұлшық етті босаңсытады. Ұзақ жүргеннен кейінгі аяқтың шаршауын азайтады. Суық тигенде көмектеседі. Йодтың табиғи антисептик қасиеті бар. Сондықтан аяққа жағу иммунитетті белсендендіруге ықпал етеді. Ісінуді азайтады. Аяқтағы ісік пен ауырлықты жеңілдетуі мүмкін. Микробқа қарсы әсері. Терідегі ұсақ жарақат, қабыну ошақтарына тосқауыл қояды. Қалай дұрыс жасау керек? Дәріханадан алынған йод ерітіндісін мақтамен тор түрінде табанға немесе сираққа жағады. Тор сызықтары бір-бірімен қиылысып тұруы қажет. Процедураны аптасына 2-3 реттен артық жасамаған жөн. Нені ескеру керек? Йодқа аллергиясы бар адамдар қолданбауы тиіс. Қалқанша безінің ауруы бар адамдар дәрігермен кеңескені дұрыс. Теріде ашық жара болса жағуға болмайды. Қорытынды. Жатар алдында аяққа йод торын жағу қан айналымын жақсартып, шаршауды басып, микробқа қарсы әсер беретін халықтық әдіс. Бірақ оны шамадан тыс қолданбай, денсаулық жағдайына қарай абайлап пайдалану керек. Міне, құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызда пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы оп-оңай ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.